Hayırlı kun, бүгін мен осындай откадан кәуап жасадым. От жағып әлде болудың да қажеті жоқ. Үй жағдайында бар болғаны духовкада пісетін болады. Сіздің жарты сағат уақытыңызды алады. Керемет тағамның бірі. Міндетті түрде менің жасап каналыма жазылып кеттіңіздер. Ең бірінші бізге утканы осылай майдалап турап аламыз. Содан кейін үстіне пиязымызды майдалап турайсыздар. Мінекей, біз пиязымызды турап болғаннан кейін үстіне дәміне қарай паприкамызды, тұзымызды, одан кейін 2 қасық соусты салып, дәміне қарай тұзымызды салдық. Содан кейін сұйық майымызды, сосын мен бұл жерде күркума қостым. Сосын кәуапқа арналған дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне достар, бізде маринад дайын болды. Енді біз уткамызды осылай шпажкаға салып шығатын боламыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай салсаңыздар болады. Мен осылай 3 туттан салып шықтым, жеуге ыңғайлы болсын деп. Одан кейін біз пешімізді қыздырып қоямыз да, бізге осындай форма қажет болады. Үстіне осылай салып шығамыз. Арасын бәрі пісетін болады. Қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Міне бізде енді өте дәмді үй жағдайында уткадан кәуап дайын болды. Дәмі енді керемет болып шықты. Балаларыма ең бірінші осыларға ұнады. Сіздерге ас болсын, каналыма жазылып қойыңыздар.